Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың English Plus кітабының ал 59-шы бетіндегі Present Simple негатив тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Есімізде болса, Present Simple дегеніміз осы шақ, негатив деген оның болымсыз түрі, яғни отрицательная форма. Енді қараймыз, болымды түрін жасау үшін бізде мына жерде verb 2-де s қосылатын еді. Verb-те s қосылатын еді. Ол хешиетте. Енді есімізге түсіргенімізге қарай, біз мына бір ережеге назар аударайық. Қараңдар, бізде егерде subjectіміз I, you, we, they болса, ол кезде don't болады. Ал егерде he, she, it болса, ол кезде doesn't болады. Міне сендерге мына жерде беріліп қойған міне. I don't, you don't болады, we don't, you don't, they don't болады. Бірақ he, she, it doesn't болады, Арғай кеттік. Енді бірінші тапсырмада орындап тастайық. Мына бүйтеді. I, you, we, they болған кезде нені қоямыз дейді? Әрине don't-ты қоямыз, ал he, she, it болғанда әрине doesn't-ты қоямыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді екінші тапсырмаға өттік. Қараймыз. Екінші тапсырмада сендерге былай айтады. Мына жерде дұрыс do, don't, doesn't-ты таңда деді. I болғанда есімізге түсіреміз. I болғанда бізде міне I-да бізде don't болу керек міне. Бірде I don't болады. Екіге қараймыз. Екіде she болғандықтан doesn't болады. Үште Mr. Diddley ұл болғандықтан doesn't болады. We болғандықтан көпше don't болады. Ал my dad деген мен әкем, яғни ұл ғой he, онда сол себепті doesn't болады. Үшінші тапсырмаға өттік. Үшінші тапсырмада сендерге былай айтады. Make negative sentence, яғни болымсыз түрін жаса дейді. Міне. I eat turkey, мен turkey, яғни мен үндік жедім дейді. My sister doesn't, мен әпкем жеген жоқ. Sister, she болғандықтан doesn't болды. People in Spain eat grapes at New Year. Испанияда адамдар жаңа жылда жүзім жейді. Ал біз, we, көпше болғандықтан don't болды. Lady Toffingham stays in Switzerland. Тоффингам ханым Свизерландта қалды дейді. Яғни, онда, біз бұл жерде нені қоямыз? Don't қоямыз, өткен I болып тұр. Mr. Diddley likes hot dogs, Lady Toffingham. Mr. Diddleyға ұнайды хот-догтар, Lady Toffinghamға ұнамайды, сондықтан doesn't болады. Өткен Lady Toffingham she. People here dance the samba, my grandparents don't болады. Өткен grandparents деген ата-ана, олар екеу, сондықтан don't болады, көпше. Heidi дейді, Heidi деген қызға doesn't болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді төртінші тапсырмаға оралайық. Төртінші тапсырмада саған былай айтады. Complete the sentence with the correct present simple negative form of the verbs in the box. Яғни мына сөздерді қолданып, төртінші тапсырманы болымсыз түрде жаса дейді. Сонымен бастаймыз. Here in China, we don't give Christmas presents on 25th December. Яғни бұл жерде Қытайда біз бермейміз жаңа жылдық, яғни крисмастық сыйлықтарды 25-ші желтоқсанда дейді. Яғни неге China деген, we деп тұр ғой, we деген біз ғой көпше, сондықтан don't болып тұр. Ал мен етістік ретінде give-ті қолдандым. Australians Midsummer Day in June because it's winter here дейді. Австралияндықтар Midsummer Day'ін, яғни жаз ортасы мерекесін don't celebrate болады. Өйткені Australians деп оны көпше екендігін көрсетіп отыр ғой. Сондықтан don't болады. Hanif is from Egypt. He doesn't eat. He'дан кейін әрине doesn't болу керек. He doesn't eat the day during Ramazan. Hanif ол Египеттен, және де he ол жемейді Рамаданда күндіз дейді. Ары қарай. 4. I am English. Мен ағылшындықпын. I don't eat grapes on New Year's Eve дейді. Мен жемеймін жүзімдерді жаңа жылда. People in Africa don't play the didgeridoo. Африкадағы адамдар ойнамайды didgeridoo дейді. 6. Here in India, we болғандықтан don't болып тұр балалар. Here in India, we don't make sweets for Day of the Dead on 2nd November дейді. People in Kazakhstan don't celebrate Nauruz in February. Қазақстандағы адамдар тойламайды, celebrate деген тойламайды Наурызды ақпанда. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. 5-ші тапсырмаға өттік. 5-ші тапсырмада саған былай айтады. Think affirmative and negative sentence for different months of the year used in the box.
әртүрлі айларға қарай мына сөздерді қолданып сөйлем құра дейді. Мен бүйттім міне. We people here don't celebrate Наурыз. Айтбек қазір өшіре мына жерді. People here don't celebrate Наурыз. People here don't celebrate Наурыз in March дейміз. Балалар мына жерде March деп жазуды ұмытып кетіппін. March яғни біз тойламаймыз Наурызды. March демеймін, April деймін. Aprilда яғни сәуірде тойламаймыз. Арғай. I don't ski in February, ол дұрыс. Our school doesn't open on in дейміз мына жерде. In July болады. In July. Біздің мектеп ашық болмайды July айында. Мына жерде in April'ды қосып жіберіңіз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай 6-шы тапсырмаға кеттік. 6-шы тапсырмада саған былай айтады. Working group invent a new special day. Use vocabulary from this unit. Tell the class about your day. Яғни дәл мына секілді бір адамды бір қандай да бір celebration мерекеге шақыр дейді. Енді мен былай жаздым, сен осыны көшіріп алсан болады. Бастадық, аударып берейін. Our new celebration is бешбармақ day. Біздің жаңа мерекеміз ол бешбармақ күні. It's on 10th September. Ол 10-шы қыркүйекте. On that day, people don't eat as a meal. They eat at houses with their family. Ол бұл күнде олар басқа тамақты жемейді. Олар жейді бешбармақ. Мына жерге бешбармақ деп қосыңдар болады. Бешбармақты үйлерінде өздерінің отбасыларымен бірге дейді. Жалпы сабақ түсінікті болса, комментарийге рахмет деп жазып кет. Мына жақта басқа да сабақтардың жауаптары бар. Сондықтан goodbye.